президентіміздің таза Қазақстан тұжырымдамасы аясында өткізіліп жатқан үлкен бағдарламаның ішіндегі негізгі мәселелердің бірі бүгін мұнағы иман және тазалық ынтымақтастық атты үлкен дөңгелек стол өтіп жатыр. Бұның ішінде біз имандармен бүкіл концепция, облыстағы концепциялық нелердің барлығын жинап, бірге, бізбен бірге, халықпен бірге бөлініп жүрмей, бірге жасалған бойынша жасалып жатқан үлкен шара. Себебі діни бар, католиктер бар біздің жерде. Біздіңде де барлық әртүрлі конфессия мүшелеріміз бар. Солармен бірге біз тазалыққа бірге бірлесіп, бізбен бірге халықпен бірге болуға шақыру туралы үлкен жасалып жатқан дөңгелек стол.